Аса көрнекті ақын Мұқағали Мақатаев 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында туып, 1976 жылы Алматы қаласында дүниеден өткен. Ол халық әдебиетінің мол мұрасы аңыздарды арқау өтіп, жаңғыртып, жырға айналдырған ақындардың бірі. Мұқағали 1973 жылы жазған «Аққулар ұйықтағанда» поэмасына халықтың ұғымындағы қастерлі, киелі болып саналатын аққу құс туралы аңызды негіз етіп алған. Поэманың бас кейіпкері баласының жазылуы үшін барлығына дейін, тіпті ырым, тыйымнан, дәстүрден де аттауға бар ана. Ақын кейіпкерін үлкен таңдаудың алдына әкеліп тірейді. Ақыры хал үстінде жатқан баланы аққумен аластасаң, жазылып кетеді деген тәуіптің сөзін үміт еткен бейшара ана аққуға оқ атады. Қиянат жасау арқылы жақсылыққа қол жеткізуге болмайды деген өмір заңы поэманың шешіміне айналған. Ақын бүкіл бір ұлт қастер тұтқан наным сенімдер арқылы табиғатты аялау, жан жануарларға қамқорлық жасау идеясын тағылым етеді. Композициялық жағынан поэма 3 тарауға бөлінген. Оқиға 3-ші жақтан баяндалады. Поэманың алғашқы тарауында ақын Алатаудың басына таста тұнған жаңбырдың тамшысындай болып біткен көлді сипаттайды. Ақын уақытты кері жылжытып, лирикалық шегініс жасау арқылы жетім көл аталған бұл көлдің тарихына шолу жасайды. Шығарманың 2-ші тарауында хал үстіндегі баласын күзеткен ата-ананың жағдайы баяндалады. Әсіресе қолына мылтық алып, киеліге оқ атқан ана образы нанымды шыққан. Қалыптасқан дәстүр, халықтың кие тұтқан ұғымдары қашанда қастерлі, сол тиымдардан аттаған адам оңбайды деген ұлттық философия поэманың 3-ші бөліміне арқау болған. Поэма тек баяндауға ғана құрылмаған, анасы мен әкесі арасындағы, қарт пен келін арасындағы диалогтар арқылы, ананың зар илеген монологы арқылы аңыз сюжеті нанымды шыққан.